қуаныштамыз. Бүгін біздің енді бірнеше жыл еңбегіміздің нәтижесі, сондықтан жемісі деп айтуға болады. Сондықтан сіздерге осы біздің қуанышымызды бөлісуге келгендеріңізге өте біз алғыс айтамыз. Үлкен рахмет келгендеріңізге. Біріншіден мен бір-екі сөз мынау проект жоба туралы айта салайын. Бұл не жоба, неге біз осындай іс-әрекет жасап жатырмыз дегендей, иә. Енді бәрі сіздер білесіздер ғой, бүгін бәрі қаржымен байланысты, да. Сондықтан енді мен біздің мемлекет, біздің министерствоға үлкен алғыс айтамын. Бізге кішкентай болса да ақша бөліп, гранттық жоба болғаннан кейін осы проектті жүргізуге мүмкіншілік алып отырмыз. Осы проекттің ішінде бірнеше бағыттар бар. Сол туралы бір-екі сөз айтамын. Енді тарихи мәдени мұраны, дәстүрлі музыканы кешенді түрде зерттеу және оны қоғамдық білім, бұқаралық мәдениет және ақпарат салаларына енгізу деп аталады. Енді бұған үлкен көңіл бөлу, біз енді қанша жыл, 10 шақты, 20, 30, 50 жыл зерттеп келеміз ғой музыканы. Ол енді оның үлгісін Затаевичтен бастап жиналып жатыр. Ол архивтерде бар. Мың ән, мың күй деген жаңағы антологиялар шығып жатыр. Бірақ бұны біз тек қана жаңағы жинап қойып зерттеу емес, бұны кәдімгі халыққа жеткізу керек. Бұрын енді халық өзі бұны шығарған, өзі осымен рухани өмірін сүрген, иә. Ал қазір енді біз кішкене мына 70-80 жыл бойынша мәдениеттен өзіміздің дәстүрлі ұлттық мәдениеттің кішкене тыс болып қалып қалдық. Сондықтан бұл жаңағы жиналған мұраны қайтадан халыққа енгізу, ақпараттарға, жаңағы бұқаралық мәдениет дейміз ғой, массовая культура. Соған біз енгізуіміз керек. Енді себебі біз кішкене осы өзіміздің мәдениетімізден алшақтап кеттік. Дұрыс қой, иә? Шын айтамын ғой мен. Сондықтан осындай жоба аты осындай болды. Және енді бұның бағыттары дегенде, осы өзекті мәселелерді көтеру керек деп айтамын мен осы біздің қоғамында. Оларды шешу керек, сол қызметке енді өзіміздің бір үлесін қосу мақсатымен осы жобаны құрып отырмыз. Қандай мәселелер? Әрине, дәстүрлі музыканы сақтау керек. Фольклорлық экспедиция істеу керек. Нотаға оны түсіру керек. Оны архивациялау керек, кәдімгі бір фондтар болу керек. Оны жаңағы радио фондына, телевидение фондына цифровизациялап етіп қойып қою керек. Ол бір жағдай. Екінші, зерттеу керек па? Әрине зерттеу керек. Ол үшін мақалалар жазу керек. Бәріміз бұған ат салысуымыз керек. Біз қазір тек қана орындаушы емес, біз насихаттаушы болуымыз керек. Насихат жүргізу үшін біз әрине өзіміздің әрине кәсіби дәрежемізді көтеруіміз керек. Бірақ сонымен бірге сананы және ой саласын кішкене дамытуымыз керек. Сондықтан мақала, монографиялар жазу, дипломдықтар, диссертациялар, соның бәрін біз жазбасақ, ешкім жазбайды. Ешкімге керек жоқ бұл. Орыстарға керек жоқ, ұйғыр, басқа халықтарға керек, бізге керек, біріншіден. Сондықтан осымен сіздерді жастарды айналысуға шақырамын. Үшінші, заманауи дәстүр иелерін оқыту, дұрыс қалыптастыру деп атап жатырмыз. Бұл қараңыздар, бұрын дәстүрлі музыканттар, орындаушылар халықтың ішінде қалыптасты. Қазір тек қана оқу орындарында. Сондықтан келген балаларды дұрыс оқыту, дұрыс қалыптастыру, себебі бұлар дәстүр иелері деп санаймыз, тұлғалары деп санаймыз. Сондықтан оқулықтар, оқу құралдарды шығару бұл да үлкен міндет. Соңғы енді Қазақстан және әлем қоғамдастығына осы бай музыкалық және мәдени мұраны белсенді түрде насихаттау. Керек па? Керек, айтып жатырмын ғой. Біз бұны істемесек, ешкім де бұны істемейді. Сондықтан біз қай жерде болса да, бүкіл бақ, радио, теледидар, концерттерде осыны насихаттап, халыққа көрсетуіміз керек. Және шетелге де шығып, бұл байлықты көрсетуіміз керек. Неге десеңіз, бұл рухани, тек қана қазақтың дәстүрі емес, бүкіл
енді көшпенді халықтар, бүкіл орталық Азияның рухани байлығы. Неге көрсетпейміз бұны? Көрсетуіміз керек, насихаттауымыз керек. Сондықтан сіздерге осындай, сіздер болашақтың адамдарысыздар. Біз енді қанша жыл жүреміз жандарыңызда, бір енді 20-30 жыл жүретін шығармыз. Ары қарай өздеріңіз қолға аласыздар бұның бәрі. Сондықтан бүкіл мультимедиа арналарды пайдаланып, осының бәрін істеу керек. Енді біз өзіміз бұл жаңағы бағыттар бойынша не істедік дегенде сіздерге бір есеп бергелі отырмыз. Бірінші, дәстүрлі музыканы сақтау дегенде біз енді біріншіден мына ноталық жинақтар шығарып жатырмыз. Бірінші бұл жаңағы Қазақстан аймақтарының музыкалық фольклоры деген атпен бір сборник шықты. Екінші жинақ бұл Мағауия Хамзин деген күйші, білесіздер ғой, 20 ғасырдың басында бірінші жартысында өмір сүрген. Өте күшті, өте мықты күйші, арқа дәстүрінің күйшісі. Сол күйшінің жаңағы күйлері 25 авторлық кісінің күйлерінің жинағы шығып жатыр. Ол Астанада бүгін ол кісі келе алмады. Сондықтан Астанада жеке өзінің презентациясын жасайды. Енді тағы бір жаңағы біз архив нотаға түсіру, жаңағы CD дисктер шығару керек деп жатырмыз ғой. Осы жылы біз 19-шы жылдың басында біздің мынау Тілеулес Құрманғалиев деген азамат, керемет күйшінің CD дискі шығады. Вот осы салада осындай жұмыста. Енді зерттеу дегенде мақалалар шығып жатыр. Біздің мақалалар бір осы жыл бір 10 шақты мақала шықты. Монографиялар дегенде міне бірінші монография мынау болып шығады. Конференциялар ұйымдастыру дегенде бізде алғашқы бір үлкен конференция біз жобалағанбыз, бірақ оған қаржы жетпей, енді қысқартты ғой енді біздің ақшамызды. Сондықтан оны ұйымдастыра алмадық. Енді оқыту дегенде, оқулықтар, оқу құралдарын шығару дегенде кімнің Амангелдінің өздеріңіз жақсы білесіздер, оқу құралы шықты. Және енді жаңа концерттер көріп жатырсыздар. Әр айда емес, хотя бы енді бір сезонда бір рет біз мына Әуезов театрында концерт жүргізіп жатырмыз. Сол концертке келіңіздер. Және YouTube-та бұл концерттер өтіп жатады. 3 концертті бұл YouTube-қа салдық. Бірінші ол 140-шы мектеп гимназия бар, Мұқағали Мақатаев атындағы. Соның балалары, біз где-то 2 жыл сол жерде жұмыс істедік. Соның нәтижесі 5-ші кластың балалары осы жылдың майында бір концерт берді. Сол концерт, екінші концерт жаңағы Тілеулестер болған концерт. Тілеулес, Нгуенкім Эльза, Саян аға, Амангелді өзі болды. И 3-ші концерт жаңадан шықты. Бұл Абдулхамид ағай, Венера, Санат, тағы болды? Жапеков. Жетес Жамеков деген кісі, үлкен кісі, ол да жыр айтты. Вот соны YouTube-та көруге болады. Айсарбек, привет. Айсарбек жаңағы мектепте менімен бірге жұмыс істеді. Ал енді проекттің осы жылы қатысушылары, жұмыс істегендері бұл Амангелді, ол менің со координаторы проекттің, мен өзім боламын, научный руководитель, Тілеулес Құрманғалиев және Әсел Омарова деген менің қызым, композитор, музыковед, ол да мына кітапқа атсалысты. Енді осы кітаптар жөнінде бір-екі сөз айтайын, Нгуен Амангелді өз кітабы туралы айтады. Менің монографиям «Казахский күй. Культурно-исторический контекст. Региональные стили» деген кітап. Бұл енді менің бір 20 шақты жыл істеген еңбегім. Докторлық диссертация 2012 жылы мен Ташкентте қорғадым. Осы материал, диссертацияның материалы мына кітапта бар. Енді бұны оқу керек, орысша жазылған, сіздерге әрине қиын, бірақ та енді вообще тіл деген проблема болмау керек. Орысша тілде, қазақша тілде, ағылшын тілде оқу беру керек.
Потому что вы понимаете, что многоязычие это наш плюс только, да? Ой, жоқ, біз қазақша ғана оқимыз деген әңгіме болмау керек, иә? Сондықтан қалай қиын болса да, словарьмен болса да оқу керек. Енді бұны қазақшаға аударуға әрине жақсы болатын еді, бірақ пока вот на русском языке. Бұның ішінде не бар? Күй туралы не деп айтқым келеді? Енді сіздер білесіздер ғой, бізде екі дәстүр бар, төкпе мен шертпе. Бұлар вообще екі бөлек нәрсе, да? На самом деле, вот кто-нибудь задумался над этим? Это на самом деле мынау стиль жағынан қарағанда, жаңағы тіл жағынан, музыкалық тіл жағынан қарағанда, бұл екі үлкен дүние, екі бөлек дүние. Неге солай? Мен өзіме сондай сұрақ қойдым да. Неге шертпе күй? Мысалы, қазір біз шертпе де, төкпен де бәріміз универсалымыз ғой, тарта береміз. А бұрында, мысалы, Қали Жантілеуовтер, басқа үлкен жаңағы музыканттар, Өскенбаев болсын, Рүстембек Омаров болсын, бұлар шертпені ешқашан тартпайды. Оларға бір енді жат емес, бірақ басқа дәстүр. Себебі олар өзінің дәстүрін сондай керемет таныған, керемет білген, олар сол күйлерді орындаған. Ал енді сол Мағауия Хамзин, жаңағы кімдер, Әбікен Хасенов, сол күйшілер ешқашан төкпен ойнамайды. Настолько они глубоко были в своей традиции жили. У них и домбра была другая. Они не могли на этой домбре играть төкпе-күйі. Это прозвучало бы вообще дико, потому что там другой интонационный строй. Неге бір халықта сонда екі бөлек дәстүр. Сондай сұрақ қойдым да, қарасам, бұл ары жақта жатқан біздің енді этно-исторический дейміз ғой, кәдімгі тарихи этникалық процестермен байланысты екен. Мынау Қазақстанды біз екіге бөлсек, Батыс Қазақстан музыка жақтан олар өзбек түркмендерге жақын, Қарақалпақстанға, ал мынау Шығыс Қазақстан музыкасы ол Алтай, Хақас, Тувин соларға жақын. Вот сондықтан біздің осы тарихи процесстер қалай жүрді, қалай солай болып қалды. Бұл музыка қалай қалыптасты солай дегенде, мен мына осы жаңағы кітапта өзімше бір бұл сұраққа бір жауап бергенде сияқты болып жатырмын. Сондықтан бұны біздің жаңағы ру қалай қалыптасты, руларымыз қалай осы жүздерге бөлінді, анау дегенде осы кітаптың ішінде осындай бір тарихи бір материалдар бар. Бұл күй деген бұл көшпенді мәдениеттің дүниесі. Бұл көшпенді мәдениет, кәдімгі өркениет болған екенін көрсетіп жатыр мына жерде. Не просто так какая-то культура там кочевая. Это кочевая цивилизация не только казахов, это кочевая цивилизация народов Центральной Азии. Это огромная цивилизация, которую мы должны миру раскрыть, в чем она заключалась, ее суть. Понимаете? Это не только наше достояние. Вот осындай бір үлкен бір міндеттер біздің алдымызда тұр, бұларды біз шешуіміз керек. Сондықтан осы сұрақтарға кішкене болса да бір жауап беріліп жатыр мына жерде. Содан төкпе мен шертпенің күйлері кәдімгі жүйеге түсті. Бұлар бір топ күй болып жатыр, бұлардың ішінде форма жағынан қандай күйлер бар, сондай классификациясы мына кітапта табылады. Екінші кітап Қазақстан аймақтарының музыкалық фольклоры. Бұл енді қайтадан мен сол аймақтармен жаңағы айналысқаннан кейін осы фольклор деген ол жеке дүние ғой, иә? Мысалы, ән, күй, жыр ол өнер, ол музыкалық, поэзиялық өнер. Ол ешқашан фольклор деп айтуға болмайды. Сіздерге айтатын шығар, қазақ музыка тарихында, сондай сабақтарында. Сондықтан сіздер біздің музыка фольклор деп ешқашан айтпаңыздар. Ән, күй, жыр бұл өнер, біздің ұлттық классикалық өнер. Сондықтан фольклор деген жағы енді қалай айтса болады, бұл қолданбалы өнер. Неге десеңіздер, бұл жағы үлгілер тек қана ғұрыптың ішінде болады.
Қандай ғұрыптар бізде бар? Үйлену ғұрыптар бар. Сүңген мысалы бақсының өздерінің әндері ол да ғұрыпқа жатады. Сондай бесік жыры, қара өлеңдер, жоқтаулар, соның бәрі фольклор. Неге десеңіздер, бұлар именно жаңағы ғұрыптардың ішінде табылады. Осы ғұрыптардың ішінде қандай жанрлар бар? Мына кітапта сол ғұрыптардың классификациясы бар. Бұл енді өзім шығарған классификация. Және осы классификация бойынша мына жанрлар бәрі көрсетілген. Енді кезінде мына материал біздің этносольфеджио деген сабағымыз бар ғой. Сол этносольфеджионың музыкалық колледждерге арналған программасында біз Гүлбаршын келді ма? Мұрзагалиева Гүлбаршын жоқ па? Менің жаңағы диплом жазған домбырашы, Айжан ағайда Тоқтағанов Айжан ағайда оқыған Гүлбаршын Мұрзагалиева деген оқытушы бар, қазір Жұбанов мектебінде істейді. Этносольфеджионы біз диплом ретінде алғанбыз бұл тақырыпта. Сол бірнеше жылдан кейін біз Гүлбаршын екеуміз типтік программа, оқу әдістемелік құрал және этносольфеджио деген осы кітапшаны шығарамыз, колледждарға арналған. Осыны Қазақстанда бүкіл колледждарда қазір қолданып жүр. Даже біздің Жүргенов атындағы балалар бұны бірінші этносольфеджио деген әлі білмейтін колледждардан келетін студенттер осы бірінші этносольфеджиодан заниматься етеді. Осы материал мынаған енді бұны біз қайтадан набор жасадық, Әсел екеуміз сүңген қостық, ішіне үлгілерді. Себебі Батыс Қазақстанның бірнеше кітаптары шықты, оның ішінде фольклор да бар. Сондықтан осы мен ойлаймын, мынау жинақ болды ғой. Ал енді әр регионда, хотя бы мынау шығыс аймақтар, Батыс Қазақстан аймақтар деп жеке фольклорларды шығару керек. Потому что Ақжайық фольклор шықты, кімдер, Нұрымбетов деген. Сүңген кімнің Тұрмағанбетова Бақыт деген Батыс Қазақстан аймағының әншілік мәдениеті деген керемет кітап шықты, білетін шығарсыздар. Соның ішінде көп үлгілер бар. Сол жеке батыстың фольклоры антологиясы болу керек. Шығыс жақтың басқа бір антологиясы болу керек. Осы жұмыстың бастамасы. Рахмет тыңдағандарыңызға. Енді аман болсын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі мына біздің шығарған еңбегіміздің соңғы кесеріне келген құрметті кеш қонақтары. Жаңа Алғаста Гүлзада Нұрпейісқызы атап өтті. Бұл еңбек қаржы арқылы шығып жатқаны. Енді тікелей өзімнің жұмысыма тоқталсам, домбырамен ән салу өнері деп аталады. Бұл балалар музыка мектептері мен орта музыкалық колледждерге арналған құрал, оқу әдістемелік құрал. Қазақстан бойынша, еліміз бойынша бұл тұңғыш оқу әдістемелік құрал болып саналады. Себебі жаңа Гүлзада Нұрпейісқызы айтып кеткендей, ең алғашқы рет бұл бірден шығару болған жоқ, бұл бір белгілі бір тәжірибе арқылы жиналады, тәжірибе арқылы келіп шығып отқан дүние. Ең әуелі осы 2008 жылы мектеп жаңағы консерватория бітіргеннен кейін бірден мен жаңағы филармонияда штат болған жоқ, жұмыс жасайтын. Бірден музыкалық мектепке бардым. Сонда музыкалық мектепке барған уақытта маған бірінші факультатив ретінде жаңағы класс берді. Егер бір жыл осыны сен дәлелдеп бере алсаң, кейін министрлікке жаңағы типтік бағдарлама жасап, презентациясын жасап бере алсаң, сен кәдімгідей жеке класс қылып біз ашуға құқығымыз бар деді. Бір жыл маған жаңағы уақыт берді. Содан бір жылда мен факультатив сабақ ретінде өткіздім. Жаңағы әр баланың соңынан жүгіріп, орыс балаларды қазақшаға үйретіп, қазақшамен домбырамен ән салып үйретіп, қазір содан кейін мына Ақкөгершін, Бозторғай, Асылмұра, Атамұра, Ғұмыр Дария деген балалар жаңағы конкурстары бар. Сонда ең алғашқы рет мен балаларды жаңағы көрсете бастадым. Ол балалар 6 жастан, 7 жастан бастап 12 жас аралығындағы балалар домбырамен ән салуға. Мен білем, батыс аймағында, әсіресе мынау Атырау өңірінде өте мына домбырамен ән салу бір жолға қойылған балаларға.
Бірақ мына басқа аймақтарда ондай нәрсе қолға алынбаған. Содан бір жыл төңірегінде жаңағы орыс баланы қазақша үйретіп, домбырамен ән салдыртып, қазақ балалардың тілі жаңағы өздеріңіз білесіздер, қалалық балалардың тілі қандай екенін, олармен жұмыс жасау асқан бір жаңағы сабырлықты, бір қажырлық еңбекті талап етеді, төзімділікті талап етеді. Сол бір жылдың ішінде жылдың қорытындысы ретінде мен бірнеше баланы, 5-6 баланы шамамен конкурстарға, республикалық, халықаралық конкурстарға апарып өнер көрсетті. Балалардың алды жаңа бас жүлде, соңы 2-3 орындар иеленді. Оған міне апайым Ардақ Исатаева була. Одан кейін бірнеше конкурстарда біз кездесіп жүрдік. 2 жыл төңірек, 3 жыл төңірегінің ішінде Қазақстанда қандай конкурстар бар, бүкіл сол конкурстарды балалар шығарып, бүкіл жаңа конкурстардан жүлделі орын ие болды. Енді шетелге шығу жоспары да болды. Шетелге шығып, балаларды шетелге таныстыра бастады. Бұл Италия, Грузия, мына Ресей Федерациясына, осы сынды бірнеше мемлекеттерге барып, сол жерде өнер көрсетіп, балалар жаңағы жоғары деңгейде өнерлерін көрсетіп, жүлделі орынға ие болды. Енді бір жыл менің еңбегім көрсетілді, басшылық маған жаңағындай уәдесінде тұрды, маған енді талап қойылды, типтік оқу бағдарламасын жасау. Ол типтік оқу бағдарламасын балалар музыка мектептеріне жасау мынандай міндет болды менде. Қазір мен өзім бітіргеннен кейін жұмысты қайдан табам деген менің көкейімде сұрақ болды. Енді қазір мен бастаған шаруаны соңына дейін жеткізбесем, ертең менің соңымнан келе жатқан әншілердің бәріне бірдей филармония облыс орталықтарында жұмыс бола ма? Болған жағдайда әнші болып, қосымша осы қазақтың балаларын домбырамен ән салуға, оқытуға мүмкіндік туып тұр ғой деген оймен мен жаңағы министрлікке барып, кәдімгі презентациясын жасап, бұл біздерге керек дүние, жаңағы 7 жастан бастап 12 жасқа дейін біз сенімді түрде балалар домбырамен ән салуға оқытуымызға болады екен деп дәлелдеп, ғылыми тұрғыда дәлелдеп, жаңа презентациясын жасадым. Министрлік бұған көзі жеткеннен кейін оған Гүлжан Бейсина куә, ғылыми тұрғыда жеткізіп дәлелдеу ол үлкен жаңа еңбекті талап етеді, шыдамдылықты, төзімділікті талап етеді. Бір жыл төңірегінде біз министрліктен жауап күттік. Білім және ғылым министрлігінен олар өз жаңағы қолдауларын беріп, 2013 жылы жаңылмасам, 2013 жылдан бастап Қазақстан бойынша, еліміз бойынша кез келген облыс орталықтарында, соның ішінде балалар музыка мектептері, өнер мектептерінде барып, кез келген жаңағы домбырамен ән салуды бітірген қалған дейікші, сол кафедраны бітірген бала жаңағы өз сыныбын аша алатын жағдайға жеткізді. Ол бір мектепте, яғни бірақ адамға орын емес, ол жерде бір мектепте әр аймаққа байланысты жаңағы кластар ашылу керек деген соны көрсете отырып бекіттіріп алдық. Бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Енді типтік бағдарлама бар, бірақ өздеріңіз білесіздер, біздер консерваторияда орындаушылар тек дайындаймыз, бірақ педагогикалық тұрғыдан балалардың жаңағы қыры кішкене әлсіздеу болып жатты. Осыдан алып, енді бұл шыққан балаларға қалай біз сабақты береді дегенде маған ұсыныс жасады, оқу әдістемелік құралын жасаңыз деп. Содан 9 жылдық тәжірибе бар, оқу әдістемелік құралын жасадым. Омен енді бірден жаңағы ойымдағы жүрген дүниелерді бір жүйеге келтіріп, кейін ғылыми кеңесшім Гүлжан Нұрпейісқызымен, өзімнің ұстаздарым Ардақ Бекмұратқызы, Еркін ағамен, Тілеулес ағамен ақылдаса отырып, жөнге келтіріп, сұлбасын жасап, бүгін алдарыңызға ұсынып отырық. Бұл жерде тек менің жаңағы жұмысым емес, бұл біздің кафедраның еңбегі де бар. Орасан зор, өйткені біздің кафедрадан шыққан балалар осы еңбекпен әрі қарай өздерінің болашағында жұмыс жасай алады деген біздің жаңағы жоспарымыз бар. Енді еңбектің ішінде көзге көрінетін бірден балалардың жаңағы музыкалық мектептерде тақырыптық жоспарлар сұрайды. Олардың білім деңгейін сұрайды. Бұл 3 бөлімнен тұрады. Біріншісінде домбыраға отырғызу,
жаңағы дауыс қою мәселесі, екінші бөлімде жаңағы тақырыптардың атауы. Кез келген жаңағы мектепке барып, тақырыптың атаулары бәрі берілген. Оқушының 1-ші сыныптан бастап 5-ші сыныпқа дейін деңгейі қаншалықты болатын бәрі көрсетіліп жазылған. Енді 3-ші бөлім оқу жаңағы репертуары. Бұл жерде шамамен біз әзірге 50 әнді алып келіп отырық. 50 ән. Бұл жерде тағы бір ерекшелік домбырамен қостап тартуға. Бірден домбырамен қостап тартуға біз жұмыс жасадық. Көптеген осыған дейін шыққан ноталық ән жинақтардың барлығында білесіздер, жеке әннің әуені ғана түскен, ал бұл жерде домбыраны қостап бірден балаға тартып үйрету үлгісі бірден көрсетілген. Және ән шақыру ұсынылған, ол белгілі бір әннің кеудесі, я болмаса қайырмасы ретінде қысқа нұсқа ұсынылған. Баланың жаңағы жас ерекшелігін ескере отырып. Одан кейін екінші бір айта кететін ерекшелік, бұл белгілі бір мектепке бөлінген жоқ бұл жерде. Арқа деп, жаңағы Жетісу, Батыс деп бөлген жоқпыз. Себебі баланы біз бірден олай бөлетін болсақ, менің ойым, жеке пікірім, баланы жалықтырып алуымыз мүмкін. Оны мен тәжірибеде көрдім. Сондықтан мен шама келсе баланың психологиясына, қабылдауына сай әндерді жаңа 1-ші, 2-ші, 3-ші класстарда қара қағыстарға салып, кейін 4-ші, 5-ші класстарда шертпе қағыстарға бөле бастадым. Енді әр өңірдің, аймақтардың әндері қамтылған шама келгенше, кез келген жаңағы айтып отырмын, оқу әдісімен құрал болғаннан кейін, жаңағы еліміздің бүкіл өңірлерін қамту үшін осы 50 әнді әзірге аймаққа бөлмей енгізіп отырып бұның ішіне. Кейін болашақта әлі біздің қолымызда бар толықтырулар, қайтадан жаңартып, ішінде бір орын алған кемшіліктер бар, соны қайтадан жаңартып, толықтырып, қайтадан шығарамыз. Осы жылдың басында біз қайтадан шығарамыз деген жұмыс жасап жатырмыз қазір. Енді айтатын осы сияқты. Сұрақтарыңыз болса, немесе айтатын бір сөздеріңіз болса, енді өздеріңіз пікіріңіз болса, осы туралы айтқан. Сіздің кітабыңыздың неғұрлым осы қазақша аудармасы болған дұрыс қой деп ойлаймын. Ана бәрібір ауылдан келген, жаңағы сіз тілді айтып отырған тіл мәселесі, ол бәрімізге расында да керек нәрсе, бірақ қалай болғанда да осы қазақша аударылған дұрыс. Сосын бір сауатты адамға аудартсаңыздар дұрыс болатын еді. Иә, сондай бір-екі адам бар. Мен алғашқы қазір «Қобыз дәстүр» деген кітабымды аудардым, уже почти дайын. Енді екінші мына кітап болады. Сосын таза филологтар аударып болғаннан кейін де бір жақсы филологтарға дағдарды тексертіп алсаңыздар, өйткені осының алдында бір-екі аударылған кітаптарды көріп, мен кейде қарым ашып қалған жерлер өте көп кездесті. Енді бізде опыт бар. Әсия апайдың кітабы қазақша шықты ғой, білесіздер, иә? Соны енді 3-4 аудармашылар аударды, сосын біз өзіміз тағы енді музыковед ретінде өте қиын жұмыс, бірақ енді болады істеуге. Содан кейін аман келді. Мынау кітап, мынау қазір оқу әдістемелік құрал ретінде кейін бұл жинақ болып шығған ма? Үстінде қосымша жаңағыда 20-50 қосылып бір жинақ болып шығған ма? Осы домбырасын қосылып. Негізі өйткені менің айтып отырғаным, бізден бітірген, мен өткенде неге бардым? Ақтауға бардым. Ақтауда бізден бітірген анау кім? Әзімхан. Сосын ар жағында ауылда сабақ беріп жүрген кім еді? Нұр. Жоқ. Жоқ. Кім еді анау? Оңдасын. Солар мектепте сабақ беріп жүр. Сосын Семейде Жәнібек Кәрменовтің шәкірті Мейрамбек Ахметов деген әнші ағамыз бар. Сол кісілер осындай музыкалық школда кезінде олардікі жауып тастады. Содан жауып тастап айтып жанталасып жүріп, оқып бұғып, мына жақтан бірдеңелер жібердім мен, сөйтіп ашқан. Соған байланысты мына сол жаңа мектептерге жетсе, сосын мына репертуар осы домбырағасын қосып берсек жақсы болар деп, осы өткенде мен мына бір кітабымды мен беріп жүрдім. Мен ана Суржекей бір кітапты сұрады, соған байланысты өзі Ешекеевке байланысты бір дүние жазып отыр екен, соған байланысты мен ол кітапты, мына кітапты да қосып беріп жібердім. Соның ар жағына жинағы шығам екен, бұның тағы әлде 50 әннен мол деп сөйлейді. Өйткені бір алғыр балдар болады дейді. Сонда алғыр балдар бір сабақ өтті кейін 2 ана оқып кететін балдар болады дейді. Сосын
нотамен қағып алады. Көбінесе енді олар записпен үйретуге тырысады екен. Ана құйма қылады. Дұрыс. Енді Амангелді өзіне бұл жұмысты мойындап жатыр ғой енді. Бұны до конца істеу керек әрине. Бүкіл докторский диссертациясы осы туралы ғой. Сондықтан шетінен шығара береді, оны толықтыра береді. Сондықтан бұл үлкен бір жұмыс. И, конечно, не один Амангелді этим должен заниматься. Все должны своим опытом иметь, делиться. Бәрімізге жазу керек. Өз жаңағы тәжірибемізді ортаға салу керек әрине. Сондықтан бәріміз айналысуымыз керек. Вы почему свой опыт не раскрываете педагогически? Мен қазір мына Жәнібек Кәрімов 70 жылдық келе жатыр ғой. Соған байланысты біздің кафедраның атынан бірдеңе жасауымыз керек деген ой келіп, сол әндерді жинақтағанда Жәкеңнің өзі 70-тен аса әні қалды. Біз қазір бір 20 шақтысын ғана тыңдап жүрміз. Сол нотаға түсіру кезінде түсірсек, сол бір жинақтық бір жаңағы анау телекхабарлардың бәрі қағазға түсіріп, бір шағын болса да бірдеңе шығарайық деймін. Өткенде Амангелді осы мәселені айтты, жаңағы домбыра қағысымен түсірді. Сонымен енді бастап кеттік сонымен. Домбыра қағысымен түсіру енді қиын нәрсе болады, бірақ оқу құралы ретінде шығады. Өте үлкен мәселе бұл домбырамен нотаға шығару. Это не значит, что вы должны эти песни разучивать по нотам. Ни в коем случае. Бірақ оны нотаға түсіру, стильді білу үшін, әр орындаушының стилін білу үшін бұл нотаға түскен ол да дұрыс. Сондықтан бұл жұмысқа барлықтарымыз атсалысуымыз керек. Енді кешірім сұраймын, біз жаңағы айтып болғаннан кейін сразу тұсауын кесу керек екен. Содан ғана жаңағы сұрақтар, обсуждениялар болады. Ал онда библиотекаға жеке рахмет айтқым келеді. Бұл кісілер енді өзінің мынандай керемет зал беріп отыр. Мүмкіншілік беріп отыр. Сондықтан Ақмарал және осы жаңағы библиотеканың директорына үлкен алғыс айтамыз. Кеңес. Бір күйші, бір әнші, бір ғалым. Вот такой союз должен быть. Білмеймін, қалай кесіп. Әрқайсымыз бір-бір кітапты кесе береміз. Апай кессін. Ал апай. Қазір бір минут. Ал, міне. Güzel apay жақындатсаңшы. Dursun. Ал енді ары қарай әңгімемізді кішкене уақытымыз бар. Бізде концерт болады қазір. Соның алдында тағы талқылайық, мәселелерді. Қазір Әсия апайға сөз беріледі. Ол кісі менің ұстазым. Сонау уже консерваторияда жүргеннен бастап осы кісінің жанында, осы кісінің қолдауында өмір сүріп жүр. Бір мақала бар. Ложка дегтя в бочке меда. Сол ложка дегтя мен боламын, мен орысша сөйлеймін. Білеміз ғой сіз орысша сөйлеймін. Я қазақша могу, но буду с ошибками, вы будете смеяться. Вот по поводу русского языка пропускаю слова. Во всех странах мира интеллигенция, элита не считает дворников, там, это совсем все двуязычные или трехязычные даже бывают. Вот казахша у нас сейчас обучение, все приветствуется хорошо, но все равно очень много литературы по искусству, по истории, научной литературы. На русском языке есть, на казахском нет. Если мы начнем переводить всю эту литературу мировую, миллионы книг на казахский язык,
Сколько казахов сейчас населения у нас? 12 миллионов есть? 12, наверное. Тогда все должны сесть и переводить книги. Больше ничего. Ни детей не воспитывать, ни еду готовить, ничего не производить. Не может вся нация сидеть и переводом заниматься. Поэтому проще вам, молодым, осваивать русский язык все-таки. Наша с Благовлетом книга «Казахская традиционная музыка и 20 век». Ее перевели на казахский язык. Я нашей библиотеке консерваторской специально отнесла 2 цифровых, она в цифре. Вы можете приходить и требовать, дайте эту, можете себе списать на диск. Вот. И можете читать параллельно 2 книги. Вот на русском языке, на казахском переводы смотреть. Вы так будете хорошо усваивать и параллельно учить русский язык и научную речь на русском языке. Без этого не обойдетесь. Потому что у нас впереди. Сейчас Казахстан выходит в лидеры тюркского мира. Казахстан, цель нашего президента – объединить весь тюркский мир, тюркскую цивилизацию. Потому что она долгие тысячелетия, столетия замалчивали. Русским было, наверное, обидно, что когда-то Золотая Орда была, что когда-то тюрки правили. И этот период истории не освещается. Сейчас они тихонечко начинают уже соображать, что нельзя скрывать историю. И сейчас уже появляются труды русских ученых, которые говорят, да, во время Золотой Орды 75% церквей, которые сейчас есть в России, были построены во время Золотой Орды. Потому что тюрки самый терпимый народ. Мы никого по религиозным веяниям не преследуем. В Европе что такое инквизиция была? Ну, расскажите. Те, кто подозревали, что он плохо верит, неправильно верит в христианскую религию, сжигали на кострах, пытали, сажали в тюрьмы. Когда у нас такое было, что ты плохой тенгрянец, вот мы тебя сейчас сожгем. Не было никогда. Потом все знают крестовые походы. Это что такое? Это 4 похода военных христианских воинов на землю мусульман. Освободить там гроб Господень. Никогда не было у тенгрианцев религиозных войн, ничего такого не было. Сейчас они начинают это ценить. Сейчас в России намечается очень большой курултай. Не курултай, съезд тюркской молодежи. Вы представляете, в России, где про тюрков все замалчивали. И негласно считалось, что ведущие нации, конечно, русские, ну и кавказские, там, грузины, армяне, прибалты, вот это были первый сорт. Второй сорт шли тюрки, среди них тюрки-кочевники, это был 3-й сорт. Мы. Сейчас все меняется. Сейчас в России понимают, что центр развития мировой культуры перемещается на восток. Китай поднимается, Индия поднимается, и наш президент, вот эти 7 сторон, как называется, 7 крайне великой стихии. Да. Да. Он мечтает, он призывает нас к тому, чтобы мы изучали не только свою казахскую, чтобы культуру всех тюрков, чтобы миру показать. Вот вы говорите, европейская цивилизация, мусульманская цивилизация, вот она, тюркская цивилизация. Это на вас упадет. Это вы должны будете потом миру доказывать, когда у нас музыка великая. Вот это одно запомните. Дальше вы сейчас работаете, учитесь и думаете, где будем работать. Вот вам подсказал человек. Может, кто-то мечтает быть президентом, может быть, директором. Хотя бы даже овощной базы, но восток. Нет. Вы должны нести духовную культуру. Поэтому к учебе относитесь серьезно. Почему? Я слышала, мне говорили, ой, ребята уже на 2-3 курсе знают, что работы не будет, и к занятиям так относятся. Нельзя так относиться. Вы относитесь так к своей родной культуре, которую миллионы наших предков создавали, эту землю защищали, погибали, но эта кровь, земля политая в крови, чтобы мы здесь жили и продолжали вот это великое наследие казахской, а теперь это не тюркской. Вот кто дружит с пианистами, со скрипачами. Хотите дружить с девочкой-скрипачкой или с пианисткой? Хотите. Я вижу по глазам, хотите.
Она вас спросит, ты что играешь? Я вот играю казахские пи. Среди вас есть такие, которые только шерпи играют, только тупи играют. А есть такие, которые своего аула не знают. Она говорит, «Ну, она играет русскую музыку Чайковского, она играет Бетховена концерт, она играет Паганини, она играет французскую, итальянскую, всех народов. Вам не обидно, что вы сидите только на казахской музыке? Вы когда-нибудь слушали туркменские песни? Они гораздо сложнее казахских. И это надо осваивать, хотя бы 1-2 туркменских песни научиться играть. Вам-то с вашим слухом, с вашей техникой. Каракалпакские, киргизскую музыку. Я когда езжу в Киргизию, я им так завидую. Какая у них прекрасная музыка. И мне так жалко, что на Базанбалар, мы с консерваторией, да, эту музыку не знают, не играют. Сами ищите. Мы будем стараться перестроить программы, чтобы вы действительно на этом факультете музыку тюркского мира играли. Потому что за этим будущее. Вы не смотрите вот 1-2 года впереди, да, работа есть, нет, вот там квартира будет или нет. Сейчас идут стремительные изменения, очень сильные. Потом будут мечтать, скрипачка такая, чтобы какое-нибудь добриться обратил внимание. Он носитель музыки, она со своей скрипкой поедет в Италию, скажет, у нас под школу Паганини лучше играет. Вот. Пианист поедет в Германию, у них свои, он не так интерпретирует Бетховена, у нас такие там это. А вы в какую страну мира не поедете? Вот кто ездил, говорите, как принимают. Люди в восторге, люди восхищены, люди завидуют, что у нас такая великая культура. Поэтому вот это Ее надо правильно там показывать. Нет, это ваши души держит. Кто играет на добрите, долго живет. Потом вспомните добристов, певцов второго поколения. Они красивые, потому что у них душа живет, у них чистая, у них одухотворенные лица, они красивые. А когда видишь такое вот сюда, пусть будут черты лица, как у нашего Димаша, а все равно красивые не будут. Вы должны Изнутри светиться. изнутри светиться. А этот цвет вам даст наша музыка. Музыка уникальная. И в то же время потом, вот сейчас предполагается, что будут издавать 100 томов, 100 книг. Тюркская культура в мировой цивилизации. Что тюрки дали миру, мы очень много дали. Что мир взял от нас. А вы можете перечислить тюркские народы? Вот если я вас спрошу, кто входит в тюркский мир? Я ребятам преподавала, некоторые даже узбеков не называют. Тюркский мир тоже. Я вам советую, надо читать книги по этнографии, по истории. Надо обязательно читать. Надо читать поэзию, мы свою Амар Хайяма, великую восточную поэзию, которую знали наши, Абай, Шакарим, они же переводили это, они под этим влиянием выросли, да? Абай же говорит, не замиру, не там, та-та-та, Наваи, вы рождаете поэзию во мне, Фердауси. Вы читали то, что читал Абай 100 лет назад? Даже не 100 лет, а уже 150 лет назад. Так выходит, что мы отстаем от наших музыкантов того времени. Правильно? Вы пойдете сейчас на это с киргизов? Пойдут самые, кто знает историю киргизов, где их надо поддеть, где их надо над ними пошутить. А вы знаете, да? Или на это с Каракалпаком? Каракалпак пойдут надо. Что у них, что они делают? Не знаю. Вот надо читать литературу про родственные народы. Надо читать свою историю, хорошо знать. Я всем вам желаю успеха. Я вам очень благодарна. Хотя, когда я стала работать в консерватории, вы еще не родились. Но наша музыка дала смысл моей жизни. На этой земле мне больше заниматься ничем не хочется. Вот этой великой музыкой. И вы должны знать, что вы этой великой музыке должны служить. Все. Нұрғиса Дәуешев, Құрманғазы оркестрінің директор. Бәріміз білеміз, керемет күйші. Вот мне всегда жалко, что вот эти руки, японцы, да, вот так вот хотел каждый дотронуться до этой руки, когда он в Японию идет. А он сидит, по-моему, немножко
Ну, этим тоже нужно заниматься. Правильно. Рахмет көп. Шынымен қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті Әсия апай, Діда апай. Бүгін ұлттық кітапхананың бір шырайы одан сайын әсерленуге тиіс. Сонда ақпарат көп рахмет айтамын. Әрқашан осындай шаралар өтіп тұрады. Шынымен де анау немістің философы Гетенің айтқан сөзі бар ғой, музыканттың өнер адамының бақытты шағы ол сахнадағы 5 минуттық ойыны. Ол рас, ол жердің басшысы болсын, басқа болсын, бірақ мен кезінде жүрген академиясында Әсия апайдың докторларға сабақ берген кезде 90 минут бойы сол докторларға бұл шақырып алып, мен күй ойнататын, лекция тыңдаңдар. Сол кездерім, сол бақыт шақтарым әлі есімнен кетпейді. Ондай кез қазір мүмкіндігіміз жоқ. Бастық болатын мүмкіндігіміз жоқ, ешбір профессор шақырмайды. Екінші кезекте енді бүгінгі үлкен жаңалықпен қуанышты құттықтаймын. Діда апай, Амангелді мырза, бұл жасалып жатқан дүние кеше елбасымыз өзі айтқан қазақ елінің ұлы дала елінің 7 қыры, соның бір саласындағы бүкіл осы заманғы тұрғыда беріп жатқан дүние деп есептейміз. Әрине күй туралы жан-жақты білу, енді ол біздің тек қана байлығымыз. Енді талай мемлекеттерде болып жүрміз, осы Қазақстанның ішінде жүрміз, бірақ осы ғылыми тұрғыда дәлелдеу әлі де қажет етеді. Оның ішінде ән мен күй дәстүрін оны көзімізбен көріп жүрміз. Екінші кезекте балаларға арналған дәстүрлі нотамен шығуы ол да керек. Әрине ең басты біздің мықтылығымыз басқа халықтарда мүмкін жаңағы құйма-құлақтықпен үйренгеніміз шығар, бірақ енді қазіргі заман мүмкін экологияда бар шығар. Қазір балалар ондай емес деп есептеймін. Оған нотамен қалдыру, болашақ ұрпаққа қалатын цифрлық жүйеге ауыстыру, ол бәрібір келешек ғасырдың сұранысы солай. Қазір әлеуметтік желі арқылы болсын, информацияның көп болуына байланысты біздер бүгінгі айтқан нәрсеміз ертең ұмытып қалатын жағдайға жеттік. Бұл бұрындағы қазақтар сияқты бірімізге бір ән жалғай отыру, бір күй жалғап отыру деген дәстүр енді шын айтсақ қалып бара жатыр. Сондықтан да бұл кітаптың, жалпы бұл жазбалардың құндылығы өте орасан зор. Екінші кезекте Құрманғазы оркестрі ұжымы, біздің оркестр енді ол дәстүрлі солистерге өте көңіл бөлеміз. Мен өз басымда армандаймын, біздің Құрманғазы оркестрі 20 домбырашысы 20 мектепті меңгерген солист болса деп, бір адам мен жан-жақты мектепте ойнамай-ақ, Қызылорданың Қазанғаптың стилінде болсын, шертпе болсын, әр домбырашымыз сондай болсын деген арман бар. Әлі соған жұмыс істеп жатырмыз. Солай болған дұрыс. Соған жұмыс істеп жатырмыз. Екінші мәселе, оркестр дәстүрден қазір дәстүрлі әншілеріміз айтып жүр, ол да бір дәстүр болып қалыптасты. Екінші, апайларымыз айтқан сөзіне өте толық келсем, жастарға байланысты айтылған оқу керек. Біздің күйіміз бен әніміздің қазіргі біздің ең слабый жеріміз, біздің біліміміздің басқаларға тайыздық. Әлсіз жеріміз солай. Себебі осы бір жерге барсақ, бір актерлар болады, жаттаған анау спектакліндегі сөздерді айтады да, бір жерде ақылды болып көрінеді. Біздер айтып тұрған әніміздің тарихын айта алмаймыз сол жерге барып. Болмаса күйіміз. Сондықтан да қазір енді оқу, қазір заман сондай, бұрында да солай болған шығар. Енді басты кезекте біздің дәстүрлі өнерге меніңше қазір менеджмент жетіспей жатыр, маркетинг жетіспей жатыр. Біздер өзіміздің сорпамыздың ішімізде өзіміз қайнап жатыр. Осы жерде біздің саладан басқа бір адам өкіл жоқ. Тек қана өзіміз. Қалғаннан шақырсақ та келмейді. Құрманғазы оркестріне біз қаншамын жаңағы оркестрдің шығармаларын аламыз. Кезіндегі мен ойлаймын, сонау бір 34 жылдарда ашылған кезде Ресейден арнайы мамандар жіберді. Бірақ сол кезде мүмкін керек болған шығар ол. Қазақ халқының музыкасын сақтап қалу үшін. Бірақ қазір заман басқа, өзіміздің де дәстүрлі дирижерімізді құдайға шүкір, қазір домбырашылар ғой. Сонда да күйді де сол қалыпта қалдыруға тырысамыз. Екінші жағдай, біз өзімізді танытпасақ. Мен ойлаймын, осы Қазақ консерваториясының ішінде дәстүрлі кафедралар, мына қазір бүкіл университеттерде, Алматы қаласындағы студенттерді бір әншімен, бір күйшімен жіберіп, оларда студенттермен кездесу өткізу керек деп. Құрманғазы оркестрі біз қолға алғанбыз, бірақ бізде ғылыми мамандарымыз жетіспейді, бізде бәрі орындаушылар. Жіберген орындаушымыз оны жеткілікті айтуы мүмкін. Екінші мәселе теоретиктер мәселесі. Бізде мына кітаптардың бәрін шығарып жатырмыз. Кеше консерваторияда Бабадан аманат деген фестиваль өтті. Біздің ұжымда да қаншама дүниелер жасалып жатыр, бірақ бізде сын жоқ. Сын бізде шайдың басында, ана Фейсбукта екі адам отырады, бір-бірін жаратпайтын адам бір-біріне сын жасады.
ғылыми сын жоқ. Дәстүрлі ән, дәстүрлі күй. Қазір мен ойлаймын, сахнаға шығып алдында ойнап шықтым, енді жартысын ұмытып қалдым. Себебі оны одан кейін сынаған ешкім жоқ мен. Себебі қорықпаймын, сахнадан қорықпаймын, сахнаның киесінен қорықпайтын заманға жеттік. Қазір жастар да солай. Кеше Алатау дәстүрлі өнер театрында да жастардың керемет концерттер өтеді. Енді бәрін түсінеміз, мына жаңашыландыру бағыттағы. Бірақ түпкі қасықтан айырмау керек қой. Ал оны сын болмаса, біз одан өсу мүмкін емес. Сондықтан да ғылыми тұрғыда қазір біздің теоретиктерді бірінші кезекте қолдауымыз керек. Қазір мықты әншілер, күйшілер өте көп жастардың ішінде, бізден асқан. Бірақ соны қасында жетелейтін кезінде Құрманғазының қасындағы қашаған жыраулар жоқ. Соны айтатын адам жоқ. Сондықтан да осы мәселеге кішкене көңіл бөлдік деп ойлаймын. Мен енді жұмыс беруші ретінде айтып отырған әңгімем солай. Екінші, мына маркетинг жағынан біздер мына кеше мысалы Ресейде оларда да проблема бар қазір, Питерде де. Олар дәстүрлі өнер бізден де нашар жағдайлары, шын айтқан кезде. Біздер Құдайға шүкір, мына ұлттық кітапханамызда нашар өтіп жатыр, олар да оны бермейді де. Бірақ енді олардың адамдарының рухани дүниесі кішкене бізге қарағанда кем. Бірақ оларды жастарға қойып бара жатыр. Ертең ол 10-15 жылда оларда да азаяды. Бізде қазір Құрманғазы оркестрінің көрерменнен тарту үшін әртүрлі бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Енді кеше концерттерде әртүрлі бағытта жасаймыз. Себебі не? Себебі жастарды тарту. Жастарды дегенде бұқара халықты тарту. Ол тек қана өзіміздің консерваториядан келген 50 студентпен, жүрген академиясының 50 студентпен болашағымыз болмайды, көрермен тартылмайды ғой. Сондықтан да жастарды тарту үшін әртүрлі бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ қазір қараса үлкендеріміз әрине ол үшін кішкене ренжиді. Бірақ дегенмен енді алдағы 20 жылдан кейін кімдерге концерт береміз? Сондай бір сұрақ бар, сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Қазір енді мына дәстүрлі өнер ән конфедерациясының сіздердің жақында өткен концерттеріңіз бар, керемет. Сондықтан да сәттілік тілеймін. Енді айтатын тілек көп. Басты кезектегі жаңағы менің ойымша қазір біздер барлығымыз осы жастар жұмылып, Алматы қаласындағы университеттерге барып, бір-бірден осылай студенттерге лекция оқысақ, 100 балаға лекция оқысақ, соның ішінде бір бала өнерге көңіл бөледі. Басқа салай жолымыз жоқ секілді. Біздер енді үлкен компаниямыз жоқ, Coca-Cola секілді ақша беріп реклама жасайтын дәстүрлер. Өзіміз адамның тұрғыдан ұстауымыз керек. Солай ғой. Екінші мына кітаптар шығып жатыр, бұны тек қана библиотека алады, оны ешкімге оқымай қалуын. Ал оқыту үшін мына менің түсінігім басты бұқара халық оқу керек. Музыкаға хабары бар, қаны бар, бірақ музыкада саласында жүрген адамдар емес. Оның бір жолы кешірім Абдулхамид ағайдың істеп жүрген жаңағы қызметі ғой. Бүкіл жаңағы жай мектептерге балалар домбырада ойнаса, олар уже құлағы түріліп тыңдайды музыканы. То есть у нас нет публики, у нас нет слушателей. Мы уже до этого дошли, представляете? Кімге керек біздің жаңағы музыкамыз, шан тегіс құруар жаңағы үлгілеріміз кімге керек болады? Бір 10 шақты жылдан кейін ешкім тыңдамайды. Это очень серьезная проблема. Сондықтан да қазіргі таңда өте орынды айтып отыр. Қазір бұл бәріміздің проблемамыз, оны қазір айтпасақ болашақ. Қазір министрлік тарапынан шын айтқан кезде Қазақстан Республикасының үкімет тарапынан қолдау бар. Рухани жаңғыруды берді ме? Берді. Оны жасайтын өзіміз. Кешегі 7 жылдан берді. Домбыра күнін арнадым. Бірақ домбыра күні бізде қалай? Тек қана флешмоб жасау, болмаса жаңағы моно домбыра жинау. Мәселе ол емес қой. Мәселе басқа да. Сондықтан да қазір үкімет тарапынан қолдау бар, бірақ жастар өзіміз жұмыс істеуіміз керек. Оған білім керек. Жаңа апайлар өте орындайды, ағылшын тілін. Кеше Ерлан Рысқалиевтің Англиядан шыққан дискісі. Соған тырысу керек, дискіні сураттан шығару керек. Ол реклама просто. Былай айтқан кезде жарнама. Бірақ оның сапасы басқаша. Қазақстанда бізде дәстүрлі өнерді жазатын мен енді жаңағы звукачтар өте аз. Біз күйімізді жазатын звукачтар. Сондықтан да болашақ жаңағы қазір тыңдарманымыз азайып бара жатыр деген нәрсе әрине қуантарлық жағдай. Жаңағы Алматы каналы болсын, Қазақ ұлттық арнасында бір бағдарламалар ашып жатыр. Жаңағы тағы бір бағдарлама шықты ғой, кеше қатысады. Бірақ ол бұқара халық көрмейді. Мен қазақстанда ол байқау іспеттес қой, жалпы қазақтың ұлттық өнерін, ән жырын, күйін насихаттайтын ешқандай бағдарлама жоқ Қазақстан ұлттық арнасында. Оны жоқ деп айтамын, бірақ біздің шын айтқан кезде басқа өнер адамдарына қараған кезде мен енді сондай бір ортада жүремін. Кей кезде кәдімгі Арман екеуміз жаным шығып кете жаздайтын. Бізді айтатын адам жоқ. Бізді айтатын үлкендеріміз жоқ. Бізде жаңа светский орда дейді ғой. Сол жаққа барған кезде біз айтайық десек, жастарымыз барады ол жерде. Жаңа тек бір-екі ән айту үшін барамыз. Болмаса жаңа босағасында күй ойнап кету үшін барамыз. Себебі оны айта білсек біздің деңгейіміз жетпейді деп ойлаймын. Самом деле олардан деңгейіміз жоғары, бірақ бізде бір ұяңдық бар, қазақтың бір қасиеті ойнап кеткен. Бірақ соны алуымыз керек енді. Анау ортаға
Мысалы мәжіліс депутаттарына айтатын бізде адам жоқ, біздің проблемамызды айтатын адам жоқ. Олар айтылса, мүмкін олар қозғар еді. Олар барлығы бірдей қарсы емес қой. Сондықтан да бүкіл мәселені айтып тұрған кезде қазіргі заманмен өмір сүруіміз керек жастар. Бүгін енді кешірім сұраймын. Да. Тек қана жақсы елбасымыздың кешегі бағдарламасы ұлғалан жеті қыры деген. Бұл жерде үлкен мүмкіндік бар. Соны бәріміз алуға тырысайық. Мен өте қуаныштымын. Амангелді Секілді мырза біздің дәстүрлі өнердің докторы поэзия атанғанына. Doktorlarımız burada da böyle sizler koydu verimizde. Bir yılın karışan. Ешқашан артық болмайды. Оның ішінде ән күйшіде шыққан докторлар көп болса. Қазір мына жастарға бір айтайын, Құрманғазы оркестріне біз жаңа жылдан бастап Құрманғазы оркестрінің достары деген жастардан құрылған бір клуб құрамыз. Соған барлықтарыңызды шақырамын. Ол жерде арнайы бір бағдарламалар дайындаймыз. Мақсатымыз бүкіл ол жерде жастармен жұмыс істейміз. Сіздер оны қолдамасаңыздар жастар, басқа ешкім, ертең сіздер ол жылдан ешкімге керек болмай қалуы мүмкін бәріміз. Онда қазірден бастап бұқара халықты дамыту үшін бәріміз бірге атсалысуымыз керек. Сол біздің клубтың оркестрдің достар клубына шақырамыз. Біз бір адам, қалған екі адамды музыкаға хабар жоқ адамдарды әкелуіміз керек. Бұлайтын кезде сетевой бизнес жасаймыз. Мүлге байланысты. Әуеке құтты болсын. Бүгінгі кешімізде концертіміз бар. Рахмет. Гүлжан апай, Асия апай, мен байқаймын, Нұрғиса қазір кішкене ғасырға қарай бейімделген сияқты. Проблеманы бәрін біліп жүрміз. Бұған енді кішкене жазу керек. Қағаз бетіне түсіру керек, айтып отқан проблеманы бәрін. Қағаз бетіне түсіп елбасына дейін барды ғой, ол хат соған жауап келді ме? Біз келген жоқ қой. Қаншама біздің профессорларымыз, ағаларымыз, апайларымыз, бүкіл консерватория мұғалімдері, жас өнерпаздар бәрі мысалға 100-ге тарта адам хат жазып жоғарыға. Осы қазақтың ұлттық өнері қазір рухани жаңғыру бағдарламасы деп жатырмыз. Міне ұлттық, жаңағы ұлы қаланың 7 қырына байланысты бағдарламаларға қаншама мысалы бағдарламаны шығарып қояды. Оған министрлікте қосылып жұмыс жасайды. На YouTube просить ответа. Когда на YouTube, видите, даже... Ол мәдениет министрлігіне де, жаңағы сенатқа да, парламентке де, елбасымызға да ол хат барды, бірақ ешқандай да оның несі келген жоқ бізге. Мына жерде мынадай жағдай жастар отыр ғой. Кешірім сұраймын, басшылықта жүрген айтайын. Негізі біз сұрақ қоямыз, қазір бұрында мен сөйтіп ренжитінмін көбіне. Бізге ответ анау беремейді, мынау жаман деп. Қазір ондайды мен алып соларға жеткізу керек. Жеткізу керек, өзіміз дәлелдеу керек. Ана орыстар жақсы сөз бар, рассказать, показать, доказать дейді. Солай жасамасақ, басқа... Өзіміз қимылдамасақ, ешқандай отыра береміз. Қараңыздаршы, бізде өте көп мәселе, көп тұрсыздар ғой, қай жерде тұрсаң мәселе шығады. Вообще повсеместно, по всем вопросам проблем. Сондықтан вообще жеке бір осы бір конференция ұйымдастыру керек па, жоқ бір семинар ма, осының бәрі ортаға салу үшін және бұдан бір нәтиже шығатындай бір нәрсе істеу керек. Онда енді біздің міндетіміз ол жаңағы біздің мәселеміз талқылау емес, біз кітаптарымызды көрсетіп жатырмыз. Артынан енді концерт болсын деп, кішкене той болсын деп, мынау біздің орындаушылар келіп отыр. Сондықтан осы концертті тамашалайық. Burada бізде өнерпаздар енді танымал әнші күйшілер келіп отыр, бізді қолдап, кафедрамыздың жалпы факультеттен келіп отыр, енді рұқсат болса. Еркін аға, Ардақ апай, Асылбек аға, Тілеулес аға отыр, Күнғожа отыр, Талғат келді міне, қолдап. Азамат келіп отыр, және жаңа Сайын Ақмолда өзі келе алмай бір студент жіберіп отыр, қобыз. Мына вообще біз мынаны түсіріп жатырмыз, ютубқа жібереміз обязательно. Сондықтан бұл енді адамдарда бір резонанс болатын шығар деп сондай үмітпен осының әңгіменің бәрін қозғап жатырмыз. Рахмет сіздерге. Пікір білейік, содан кейін концертке мына кісі бір пікір берейін дейді. Ямасы сұрақ бар. Мен есім Алпамыс болады, Қазақ университетінің, Казгудың докторантының археология. Енді ол жерге ең алдымен сіздің еңбегіңізбен құттықтаймын. Бұл ең алдымен Фейсбукта біз негізі Амангелді, Қанат бәріміз бір қатарда оқып, осы Алматы қаласында 8 университеттің студенттері араласқанбыз кезінде. Сондай бір замандар болған. Почта Боторға жұмыс қалаған.
бәріміз бір-бірімізге аралап, общежитиеге барып, ішкі өмірімізді көріп, мәдениетімізді әр өңір болып, мен негізі сыр өңірдегі боламын, Қызылорданың тумасы, Байқоңырдың түбінде. Енді Амангелді еңбегіне ең алдымен жаңағы кісіні бұзам десең мақта дейді, енді мақтау үшін келіп отқан жоқ, бұл олай ойлап қалма. Содан кейін мына еңбектеріңізге тағы бір ауыз сөйлемесің, артынан сұрақтарым бар. Кітап миллион адамды оқымайтындай кітап болмаса ол жазбаңыз деп айтады мысалға. Ал сіздердің жазып жатқан еңбектеріңіз міндетті түрде миллион адамға жетеді деп ойлаймын. Өзіміз енді көз қарақты болғаннан кейін аңдып отырамыз, үнемі осы Амангелді не жазып отыр екен, Гүлзада апайымыз не жазып отыр екен деп, енді тарих заңнан болғаннан кейін біз үнемі аңдуда отырамыз. Не айтып жатыр деп. Енді осынша музыканттар жиналған екен, қазақтың да археология ғылымы музыка саласынан кеш қалып жатқан жоқ. 6 айдан алдыңғы жылы ғана осы түркі дәуірінің қобызын шығардық. Оны түрк академиясында пирамидада таныстырылымы болып, ол жаңа заманауи қалыпқа келтіріліп, ағаштың арнайы. Осындай заттарды мысалы осы Амангелді кітапқа жазып жатқан кезде қазақтың жерінен табылған көне домбыра мысалға тасқа түскен осыларды арасында беріп отырсаңыздар дейді да, танымдық ретінде, бұл ұсыныс жаңа лебіз ретінде. Және өзінің тақырыбын жеке оғыздарды жөнінде болғаннан кейін біреулерге қызықты болады, біреулерге артық болып кетеді. Мүмкін мына домбыраның ең бірінші пернесі оғыз перне екенін осыны естеріңізде ұстасаңыздар, яғни жеке ұлттық құралымыз өзіміздің тарихымызбен пісе осындай біте қайнатып жатыр. Алыс қосары жоқ ішінде. Енді өйстіп арамызда бөтен адам күтіп бітірген деп шошымаңыздар. Неге бөтен адам жоқ? Кісі бақылаушы бар. Рахмет сізге. Жалпы негізі жаңа айтқан пікір ұсыныс қой. Домбыраның тарихы жөнінде негізі сол ұсынысты қабыл аламыз. Оны жаңағы өте жақсы ой екен негізі. Тарих ретінде ішіне енгізу. Рахмет. Филологтар біздің әріптесіміз деп санаймыз, сондықтан осы кісілер біздің жағдайымызға түгел. Мен де не жасаймын? Мен де таныстаймын. Рахмет. Енді шағын ғана концертімізді Гүлзада апай рұқсат болса, иә? Жаңа айттым әуелі біздің әріптестеріміз келіп отыр, ұстаздарым келіп отыр, қолдап шәкірттерім келіп отыр, енді достарым да келіп отыр, енді рұқсат болса, өздеріңіз таласпай айтып сахнаға шығып орында берсеңіздер. Еркінің домбырасы дайын. Иә, Еркін аға, отырып осы жерде орында бересіз бе? Жарайды. Ал енді мынау кітап шығарып жатқан барлықтарыңыз құтты болсын. Айту қазаққа қызмет етсе дейміз, осы кітаптар шыққаннан кейін құршаң басып, кітаптан архивте қалып қоймай.
асылы елеңдей сені бойын сұлу қылай
қайырлы күн баршаларыңызға. Мынау үлкен еңбек құтты болсын. Тек жалғасын табай берсін. Осы келешек жас келген ұрпаққа тек өзінің игі ісін, өзге пайдасын тигізе берсін. Мен өзі Батыс өлкесінің дәстүрінің күйші болғанымен, қазір сізге Әбікен Қасиеттің қоңыр күйін орындап беремін.
шайтан ынтығарсын қызыққа өтетін 5 күн дүнияда шамаңда келсе шалықта домбыра менен жыр айтып талай бір жерде ән салып есіттірдім халыққа сөйлейтін жерге келгенде қызылда тілім жалықпа шалқыған жастық шағында құдайдың берген бағында дәулетпен малдың құралып қолда бір тұрған барында жігітте болсаң шегінбей алға бір қарай ағында бір нәрсені көздей шап құр жүгірме сағымға күндерден күндер өткенде басыңнан өтер жасың көңілден қалар жас күнің сол ұшында жігіттер базарлы болсын жас күнің өзің деген досыңа көз алартып қарама болмасын шек қастығың ендік бір сәнін келтіргені ел ішінде азамат мынау бір жаман екен деп бойына қарай түңілме мүмкін де болар кәрәмет пенденің көзі тоймайды ойламаса қанағат қарын тойдырары сақтаса құдай саламат астында жүріп ойнаса жылқыда мінген қазанат қайшыланып құлағы дөңгеленсе тұяғы астында жүріп ойнаса жігіттің тарғай тұмары жолдасың болса келме қас ерлеп тұрса ықылас адамның сәні шүберек үстіне кисе атлас уызында тоймаған негізінде жармас жақсы достан айырылма іздегенменен табылмас көкірекке құдай құйғасын сөйлеуге тілім жаңылмасын апаларымыз айтып жатыр бұрын бір рухани құндылық жалпы адамды мәдениетке тәрбиелеу білім беру мағынасында терминдерінде негізгі сарына сондай білім беру жамандықтан алыстатып жақсылыққа жақындату мақсатында шығарған құдайберген атамыздың бір өсиеттерін орындап берейін. Ажалың жалғыз оқ болары, байлығынан не көрген бұрынғы өткен қарынбайы. Жер жұтып берген жазасын, жер астына барғанда, мал мүлкі алған мазасын, мен атадан туғанда көп едім деп мақтанба. Көптеген байқа кімнен кемінде өлттің 30 баласына. Көңілге келіп көпірлік, бір намаздан тұрғызбай, бәрінен берді-ау қазасын. Артынан туып жалғыз ұл 18 мың әлемге, патша болған Сүлеймені, тойғызамын деп тойғылған аспан мен жердің арасына. Мұхитпен теңіз жағасын, мұхиттан шығып бір жайын, шұтқандай екен барлығын, жайынға сонда тіл бітті, жайын сонда сөйлепті, бір ұртым тағы толмай тұр, бұрынғыдай болмай тұр, беретін тағы бармасыңа. Дегенде күні Сүлеймен, пенделікпенен астым деп, әлімнен босқа тастым деп, топыраққа ұрған өз басын, олайда болса жігіттер, аспайда таспай бәсең бол, баратын жерін көрістің атамыз барған орынға, аяңда бір күн барарсың, жарлыда болсаң, бай болсаң, қалмайда бәрің барасың, ақылды туған кей жігіт, осыдан үлгі аласың, ақылсыз туған кей жігіт, құрыр жаңдау менен қаласың, азамат ердің белгісі, асылда сөзді аңдайма, кемге түкке күлмейік тап болармыз қандайға, межел сөздің несін аяйын берген соң құдайы, таңдайға қайырлы кеш, құрметті өнерсүйер қауым. Осындай менің бір тілерім, осындай конференциялар көптеп болып, қазіргі қазағымыздың өнерде деген жанашырушылық өте кең ауқымды дүние болып тараса екен деп тілеймін. Қазіргі жастарға айтарым, осындай конференциялардан қалмай, шынқыл тойлардан, осындай аға буында ағаларымыз бар кезде сол кісілердің жолдарынан үйреніп келешек ұрпаққа жеткізсе деген тілектемін. Келесі орындайтын күйім ықыластың күйі, айрауықтың ащы күйі.
Aytalmay eküveme dayan hiçbir adam Amırlap konur kastaya Terledim 90 terleyen salamına Şeytasam ulaşamadı ki alamına Tüskendi sen yere sevem bir gidem Olurdu olsun ben dayan Atandım gazi takını balajastan En şuşak karık geldim benim askana Bu jürüktü jorga mene büyü jediledim Kümüdüm kapla demesi yıkaş Aslanın havayya yok Erler yok Avüttün çalkan ay geçtin sayıranı da Jastıktın esirimi kattın Ayranın havayya yok Erler yok Ay zollam vekim adamı gaziz adam Yemisin şalagaza karga buz adam Jil süzdüm bilik avuz üyü arkasında Kuş süzdüm tügül gördüm peli Aslını kavayya yok her derdo Avöttün çalgan ay geçtim sayıranı jastıktın esirimi kaptım Ayranı kavayya yok her derdo Тәуелсіздігіміз тұғыры биік мәңгі болсын. Мақатай Мұқағалидың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рахип ағамыздың қазағына еді.
адам болып күн кешіп қиын маған арқа тұтып өзіңе сүйенбесем азабым ай айып айып ай ардағым ай сен менің шолпанымсың жанғаныдай өзіңде өмір сүрген қандай бақыт өлмейді махаббатым арманым ай сен менің сүйегіммен қанымдасың жанымдасың ұятым арамдасың тек сенің топырағыңды жамалғасың азабым ай айып айып ай ардағым ай сен менің шолпанымсың жанғаныдай өзіңде өмір сүрген қандай бақыт өлмейді махаббатым арманым ай өзіңше түсіңдерек ісіңдерек сырым бар саған айтар ішімдегі қомағай көзімдегі тойдыра алмай қорқамын дәл осының түсінбедім қазағым ай айып айып ай ардағым ай сен менің шолпанымсың жанғаныдай өзіңде өмір сүрген қандай бақыт өлмейді махаббатым арманым ағай қаламыңыз ұшты бола берсін үстіңізбен көптеген кітаптар шығара беріңіздер назарларыңызға гүл ұрайды шалқымасын айтып Ай бұлақ салып,
Барлықтарыңызға рахмет. Осы жерге келіп бізді тыңдап, кітаптың осы тұсаукесеріне қатысқандарыңыз үшін үлкен рахмет.